Так, осы жерге жаймен парковка қоямыз. Так. Осылай бұрамыз да. Так, шамалы бүйтіп артқа бұрып жібереміз. Все, болды. Так, үйіме келдім мен. Я. Так. Так. Заттардың бәрін үйіме салып қояйын. Айтпақшы достар, мен камерамды қосып жіберейін. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін Флексия, қалайсыңдар достар? Менің жаңа видеома қош келдіңдер. Так. Біз достар Майнкрафт түсіруді әрі қарай жалғастыра беретін боламыз. Мен дәл жаңа ғана қаладан үйге продукт алып келген болатын. Так, ноутбугым что-то әлі қосылмай тұр ғой. Жауып қоя салайын экранын. Так, үйде де мәмеде ет бар екен ғой, мә есіне шығып кетті ғой. Өзімнің жейтін 2 стейгімді алып алдым. Бұяққа пока что сала тұрайық. Кетеміз достар енді. Тортты салып кетейік. Айтпақшы достар, мен тортты мынауай нәрсеге қоя салайын да мен, осылай қойып қоямыз тортты. Все, әдемі. Кешке қарай достарым келіп қалу керек еді. Все, достар, дауысым жаңа қатып кетсе ренжімеңіздер, я, микрофон жерге түсіп кетіпті. Мына жерге так, мына окорочканы және нәшке кәдімгі пісірілмеген етті салатын боламыз. Кеттік, ал мен огородымды алып тастайын. Ё-моё, житель прикол ұстама өйтіп маған. Так, мә жителдер не өп кеткенде қалай прикол ұстайды. Ондай пранктарың өтпейді, уже ұйықтап жатсың ба, сен не істеп жатсың? Өтірік басыңа қан қойып алып, өтірік мен өйтіп ойнатам деп ойламай-ақ, мен ондай уже кішкентай бала емеспін ғой мен саған. Жарайды дейміз да, тез достар, огородымызды осылай егіп қоямыз. Айтпақшы достар, мен каналымда жаймен актив дейтін көтеріліп келе жатыр. Сендерге достар, сол үшін үлкен рахмет. Давайте достар, осы видеоға 1000 или 10 000 просмотр жинап тастайық. Және достар, давайте осы видеоны рекқа кіргізіп тастайық. Ол үшін достар, жай ғана видеоның соңына дейін көріп, сосын комментарий жазып, лайк басып кетейік. Сол кезде достар рекқа кіретін болады. Және де достар, достарыңда Майнкрафт көру жақсы көретін болса, достарыңа да осы видеоны жіберсеңдер, маған достар өте үлкен көмек болатын еді. Я. Так, өсеміз да, және де картофелдің бәрін отырғызып тастаймыз. Так. Ауылда басқа не жаңалық, мыналар дейтін не бәле бәрі өтірік пранктарын ұстап маған дейтін. Ондай өтпейді уже, жеделдер. Так, бүйтіп қоямыз. Все. Так, ал ана жеделдерді ұйқысынан тұрғызып келейін мен. Мына жақта ешкім жоқ қой, а? Мына түп тұр ғой міне. Так. Я, жедел, саған не болған, ей? Ей, тұр, ей. Ё-моё, достар, мынау шынымен өліп қалған ба не? Достар, мынау шын қан ғой. Так, чего, ё-моё? Не болып кеткен біздің ауылға? Так, мына жақта жителше. Мынау да өліп жатыр. Так, 1, 2, наштегі 3. Тұрмайды достар, машина 4 уже. Ема, тұрмайды мыналар орнынан уже. Так, мэр. Достар, мэрға дейін өліп қалған ба, не істеген? Так, мэр, өтініш тұрсың, ауылға керексің әлі. Так, жаңа тірі жителден барып сұрақ көрейін достар. Так. Давайте достар. Қалайсың, жителей? Ауылдағы жителдерге вообще не болған, бәрі өліп қалған. Флекси, короче, сен кеткенде түтте ауылға бір вирус келіп бүкіл жителдерге естет атқалып қалға болады. Еді құда қайтарушы деді. Сен дейтін, орбан жақтағы бір адамда барып, өзіңдің керек заттарыңды алып келсек болады. Сонымен сол арқылыға да сен жителдерді құтқара аласың. Все, мен дейтін ауылдағы жителдер үшін бәріне барам достар. Так, орман жақта дейма, қазір қолыма заттарымның бәрін ұстап шығайын мен. Тағы нерек тамақ алып ала салайын, я? Кеттік ал достар, орман жаққа қарай барып. Тағы заттар ерек болып қалар. Осылай. Так, қазір енді машинама мініп алатын болам. Все, кеттік ал, ё-моё. Жителдер өліп қалған несі тағы? Бұндай достар, 3 ұйықтасам түсірмей кірмепті ол меніңше. Так, осы орман болу керек, я? Меніңше. Так, тоқтаңдар достар. Так, мына жерде бірдемесе тұр ғой. Жарайды, жармен барып кіріп көрейін мен. Осы жерге жаймен парковать етеміз да. Түсейік ал. По идее айтқаны осы болды ғой. Так, ассалаумағалейкум. Мырза, қалайсыз? Менің ауылымда, короче, бар емес па, жителдер қайтыс болып кеткен ба, или есінен танып қалған ба? Бір жителден сұрасам дейтін, ауылға вирус келген дей ма? Я, бала, сотай. Короче, кеше ғана түтте ғана ауылға вирус келген болады, бір аты жоқ вирус. Ол бүкіл жителдерді есте татырды. Енді сен дейтін, оларды құтқарбасақ олар өліп кетуі мүмкін.
Жарайды, маған енді жаңа соларды құтқаратын затты берсеңші, сізді біледі деді ғой. Ей балам, ренжіме, мен саған еш нәрсені тегін бере алмаймын. Менің, короче, мен бәрі сататын болам. Бәрі оп-оңай. Осы мен саған берген зеле арқылы оларды тірілтіп алуға болады. Так, зеле жарайды қандай? Так, ол үшін так 16 пшеница және 1 стак морковь дейді. Оған осындай 32 бірдемені алмастырамыз да оған. Достар, давай түсіндім. Так, машинаны достар мен машинамен жүретін вообще достар уақытым жоқ мен. Тез жүгіріп анаң қалаған заттарын әкеліп беріп мен зелесін алып алу керек болып тұр ғой достар. Машинаны қалай көтеріп баратынын көрдіңдер ма достар? Давайте достар, каналға жазылып лайк басып отырайық. Сол кезде достар видеоларды тез шығаруға тырысатын боламын мен. Так, анаған морковь пен пшеница керек, иә? Так, картофель керек емес қой. Так. Достар, енді огород деген нені қайтып орындарынан екіп кете салайыншы, жарайды, керек болып қалар тағы да. Так. Мына морковьтің бәрін достар алып кететін боламыз. Осылай. Және де осылай, все. Ана жақта да тағы заттар бар ғой достар. Так, общий жетілерді санап алайын. 1, так, 2, 3, таң ішінде 4. Ана жақтағы бар ма? 4 ма? Так, 1, 2, 3, 4. Так, 4 жетіл өліп қалған ба не? Обидно. Так, оны достар әлі ешқандай обидно емес. Давайте бәрін достар біз құтқаратын боламыз. Сендер жай ғана достар маған лайк басып көмектесіп отсаңдар ғана болды. Қалғандары уже керек емес достар. Сондықтан сендерден күтетін көмегім тек қана лайк басып каналға жазылу. Все болды. Так, осының бәрін алатын боламыз. Енді достар, бізге көп мөлшерде керек. Бізге 4 зеле дайындау керек қой. 4 зеле үшін анаң дейтін сұрап тұрған заты достар өте көп. Так, әлі 1 стакта жиналмады ғой достар. Жоқ, достар, маған 1 стактан өте көбі қажет. Так, мен не істеймін? Так, достар, кетейік онда. Так, достар, мен енді жаңа қаладан бар емес бір заттар сатып алып келген болатын. Енді сол арқылы енді тірілту керек болып тұр. Енді не істейміз басқа? Так, кеттік. Осындай, короче, бұл дейтін химия ғой, сондай ше. Мыналардың бәрін тез өсіретін. Так, осылай. Және де бұның бәрін қайтып сүйіп шығатын боламыз. Тез. Достар, кеттік. Қайтып бұның бәрін алып тастаймыз. Және дейін достар әлі жетпей жатыр ғой. Так. Кішкене қалды, кішкене. Мыналарды шамалы өсіріп тастайтын боламыз. Все, достар, 56 бұл бізге достар өте аз. Так, достар, енді мен жетілерім үшін бәріне дайынмын. Мен жаңа үйімде заттарым бар ма екен менің өзі? Болса екен, жоқ па не? Окей. Так, жетілдер ауыстырамын екен маған пшеницаны мынандай заттарға. Үйдегі морковь бәрін алып кетейін мен. Так. Ауыстырмай ма не мынау не? Тоқта. Ё-мае. Так, енді ақында ғой мен достар. Ойбай, не болып жатыр? Так, достар, енді барынша тырысып көрейік. Жаңа заттардың бәрін алып келіп. Так, давай, достар. Сіз баруға тырысып атым, менде главный маған жетілерді құтқарсам болды ғой. Так. Аға, сіздің айтқан затыңызды алып келдім, сізден сатып алатын болам мен, я. Так, 1, 2. Да, ну. 2 ғана жетті ма? Так, бұған. Достар, маған не? Все, достар. Все, достар, мен жеткіздім бұларға, я. Сізге мынау подарка, короче, я менен. Ой, жоқ, мынау пшеница подарка емес, подарка бермей қойшы ма? Сәбіз сізге подарка. Так, достар, все, мен енді главный заттарын бәрін жетілерімді құтқардым деген ойдамын. Так. Бұны достар маған енді главный ішкі істен болды ғой мен ше. Бүйтіп ауыздарына жаймен қойып жіберемін да. Болды. Қалған сосын мэрға бұны шашып жіберетін болам. Так, жетіл бауырым әлі алда, өміріміз әлі қызық күндерді бастан кешіреміз. Так, давай, саған міне 3 рет іштің, нормально. Так, сен жетіл бауырым кел саған. 1, 2, 3. Сен де тіріліп кетесің әлі. Давай. Тағы енді мэрға да. Достар, мэрға бүйтейік та бұны шашып жіберейік. Все.
Достар, енді бәрі жақсы болады деген ойдамын. Жаман қорқып отырмын достар, мен ше. Жаман қорқып отырмын. Так, бәрі жақсы болды деген ойдамын мен, иә. О, житель бауырым, қалайсың, амансың ба? Ма, достар. Достар, бәрі шынымен ойдағыдай болды, достар, бәрі тіріліп кетті. Так, житель мэр, қалайсыз, амансыз ба? Флекси, саған үлкен рахмет, сіз бізді тірі алып қалдық. Так, рахметті маған емес, давайте мен подписчиктеріме айтыңдар. Флексидің подписчиктері саған сендерге үлкен рахмет. Давайте каналға жазылып лайк басып отырайық. Все, достар, осы жителер мэрдің айтқанын тыңдап каналға жазылып лайк басып отырайық, достар. Осылайша біз жителерді құтқарып қалған болатынбыз, достар. Сендерге видео ұнады деген ойдамын. Видеоны каналға жазылып лайк басып отырайық. Ал, достар, сендермен болған мен Флекси. Ал енді давайте, достар, келесі видеода кездескенше.